өтетін тақырыбымыз қонақты қонақ үйге орналастыру. Чек-ин процесі. Чек-ин процесі дегеніміз бұл қонақты қонақ үйге орналастыру кезінде ең маңызды процестің бірі болып табылады. Бұл процесс сыпайылықты, ұқыптылықты, ресепшенистің кәсібилігін анықтайтын, талап ететін процесс болып келеді. Яғни бірінші кезеңде бұл жерде қонақты қабылдауға дайындық болады. Қонақ келер алдында әкімші келесі мәліметтерді тексереді. Яғни қонақ үй басқару жүйесіндегі біз айтып өткен PMS жүйесіндегі бөлменің қолжетімділігі. Алдыңғы сабақта айтқандай, яғни бөлме қандай болу керек? Вакант мәртебесінде болу керек. Бөлменің тазартылған дайындығы осы вакант мәртебесінен көрінеді. Қонақтың арнайы сұраныстары бар ма? Мысалы, жоғары қабат, қосымша төсек, төлем расталды ма? Төлемді біз қалай аламыз? Карточкамен немесе наличный түрмен аламыз. Екінші, қонақты қарсы алу және сәлемдесу бұл маңызды бөлім болып табылады. Біз қонақ үйде қонақты қарсы алған кезде қалайдан бастап қарсы аламыз? Қош келдіңіз, қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң деп қарсы аламыз. Егер қонақ алдын бронь жасаған болатын болса, онда қонақтың аты жөнін біліп, сол бойынша броньды тексеріп, біз қонаққа өзінің кілтін береміз. Қонақты тіркеу. Қонақты тіркеу кезінде қонақтың аты жөні, фамилия, имя, отчествосын, келу және кету күндерін сұраймыз. Сонымен қатар байланыс телефонын, поштасын сұраймыз және төлем әдісін. Қолма-қол әдісі немесе алдын ала төлем, карточкамен төлем, қандай төлем жасайтынын сұрайтын боламыз. Келесі, төртінші кезең бұл төлемді рәсімдеу. Төлемді рәсімдеген кезде, егер де қонақ алдын ала бронь қойған болса, ол төлемді қалай төлеуі мүмкін еді? Жартылай төлеп қойған болуы мүмкін екен. Толық алдын ала төлем жасалған ба, жасалмаған ба, соны білеміз. Одан кейін, егер ол адам толық алдын ала төлем жасамаған болса, онда сол жерде біз төлемді қабылдаймыз. Қосымша қызметтер үшін депозит аламыз. Меню бар, тамақтану, сол қызметтер үшін біз депозит аламыз. Бесінші кезең бұл кілтті тапсыру. Кілтті тапсыру кезінде тіркеу аяқталғаннан кейін қонаққа кілтті тапсырған кезде біз номердің қай этажда орналастырылғанын айтамыз, бірақ та номердің қай номер екенін айтпаймыз. Қай этаж және қалайдан бару керек екенін ғана айтамыз. Және карточка берген кезде біз карточкада номер қай жерде көрсетілген соны ғана айтамыз. Және де тұру ережелерін түсіндіреміз. Қалай қонақ үйде персоналға өзінің ұстау ережелері, этикасы болатын болса, сонымен қатар қонақтарға да сондай ережелер болады. Шығу уақыты, темекі шегуге тыйым салу және тағы да басқа нәрселерді айтамыз. Содан кейін қонақ үйде қандай да қосымша қызметтер бар екенін біз қонаққа айтамыз. Сонымен қатар жүк, багажды көмектеспеу туралы сұраймыз және де қонаққа ең соңында сәтті демалыс тілейміз. Яғни сіздің бөлменің номерін көрсетпейміз, лифт оң жақта орналасқан, жақсы демалыс тілеймін деп аяқтаймыз. Алтыншы, қонақты бөлмеге дейін шығарып салу. Яғни бұл жерде қажет болған жағдайда біз қонақтың жүгімен көмектесеміз. Және процесті аяқтау. Процесті аяқтаған кезде біз айтқан PMS системамызда біз егерде 315 номерді қонақ алатын болса, 315 номердің мәртебесіміз қалай өзгертеміз? Occupied деп, vacant деген мәртебеден occupied деген мәртебеге өзгертеміз. Бұл процесс қонақ үйдің алғашқы әсерін қалыптастыратын ең маңызды қадам болып табылады. Және де ең бірінші маңызды әсер қалдыратын бұл ресепшн стойкасындағы қонақпен ресепшенистің сөйлесу кезеңі. Welcome to our hotel. How can I assist you today? Hello, I would like to check in. Certainly, may I have your name, please? It's Arnur, Serkan Arnur. Thank you. I see your reservation here. You booked a single room for 3 nights? Yes, what's socket? May I have your ID and credit card, please? They are you.
Thank you. On the third floor, here is your key card. Great, thanks. Breakfast is served from 7 to 10 o'clock in the dining area. Okay, good eat. If you need any assistance, please don't hesitate to call us. Thank you, Will. Enjoy your stay, Mr. Arnold. Thank you. Good evening. How can I help you? Good evening. I have a reservation for tonight under the name Nodul. Let me check. Yes, I see your reservation. You have a double room for 2 nights. That's correct. Can I have room review, please? I will check availability. One moment, please. Thank you. You're in luck. We have a room with a beautiful city view. That sounds perfect. I'll take it. Here is your key card. Your room is 5th floor. Enjoy your stay. Thank you very much. If you need anything, feel free to call the front desk. I will have a good evening. Good evening to you too.